Өнерімен асқан талантымен әлемді мойындатқан Димаш Құдайберген туған қаласына келіп кетті. Ақтөбе жұртшылығы Димашты әуежайдан күтті. Әншіні жанкүйерлермен бірге облыс әкімі Бердібек Сапарбаев қарсы алды. Толығырақ тілшіміз Алия Оразайдың бейнематериалында. Бұл Димаш Құдайбергеннің туып өскен шаңырағы. Ақтөбеліктер Димашты күтіп алу үшін әуежайға жиналған кезде туғандары әншіні шашуын дайындап үйінде күтті. Димашты аялап өсірген ата-әжесі үйдің есігі ашылған сайын алаңдап отыр. Немерелерін көрмегелі көп болды. Оны құшағына алып, мауқын басқанша асық. Демокомыз шағынып қалдық. Көрмегелі көп болды уже. Енді осы қашан келеді деп жүрегімізді білдеп отқан жайы бар. Мақтап сағындық. Ол енді елге әйгілі болғанмен, шетелге әйгілі болғанмен, бірақ біздің баламыз бізге әлі кішкентай сияқты. Біздің кенжетайымыз ол деген. Көріп жатырмыз ғой телевизордан, интернет, телефоннан, бірақ өзің көргенше асығып, сондай. Мазамыз кетіп жатыр асығып. Қайта-қайта шығып құшақтап бетінен сүйе береді де адамды. Енді сонысы жетпей жатыр бізге. Әуежай алаңына лық толы жиналған ақтөбеліктерді әнші ұлдарын асыға күтті. Әншінің өнеріне тәнтіміз, әр турды асыға күтіп отырмыз десті жерлестері. Бүкіл дүние жүзіне жарқыраған жұлдызымызды осы сағынышпен күтіп, осы қазір бір толқып тұрмыз. Димаш алға, Қазақстан алға! Студенттік жастар ғана емес, сонымен қатар біздің облысымыздың белді облыстық жастар ұйымдарының да өкілдері, белсенді мүшелері бәрі де келіп қатысып, осылай Димаш бауырымызға қолдау көрсетіп, қарсы алып, осылай туған жеріне күтіп алуға келіп отыр. Әуежайда жиналған жастар Димаш келгенше оның орындауындағы әндер мен әнұранды шырқады. Әуежай қызметкерлері Димаш мінген ұшақтың қонғанын хабарлады. Жиналған халық жолаушылар өтетін жерге лап қойды. Қала тұрғындармен бірге облыс әкімі Бердібек Сапарбаев та Димашты күтіп алды. Әншінің өзімен сұхбаттасуға рұқсат жоқ. Байқау бітпейінше интервью беруіне болмайды. Димашпен сұхбаттасуға мен әншібін жобасын ұйымдастырған қытайлық Хунан ТВ телеарнасы шектеу қойды. Бұл Димашқа қойылған байқаудың талабы. Әншінің анасы Света Айтбаеваның айтуынша, Қытайдан бірге еріп келген журналистер 2 күн бойы Димаш білім алған орта мектепке Ахмет Жұбанов атындағы музыкалық колледжде облыстық филармонияда түсірілім жасады. Димаштың қасында Хунан ТВ арнасының журналистері, Қытайдың ең беделді ауқымы таралымы үлкен каналдарының бірі. Димаштың қасындағы ең жақын бүкіл шаруасына көмектесіп жүгіріп жүрген досы Алпамыз Қазақстанға барлық ақпаратты жіберіп отырған. Және өзінің Астанадан бірге оқыған достары барлығы күтіп алып бірге келді. Айта кетелік, Димаш Құдайберген Қытайда өтіп жатқан «Мен әншімін» тележобасына қатысып жатыр. Әйгілі француз әншісі Лара Фабиан Димашты байқаудың 6-шы турында жеңімпаз атануымен миллионнан аса тыңдарманы бар парақшасында құттықтады. Бүгін ол Қытайда жарыс шоуын жалғастыруға қайта аттанды. Ақтөбеліктердің де тілегі бір, қазақтың дарындылы жеңіспен оралатын күнді асыға күтеді. Алия Оразай, Аманжол Айтмағамбетов, Қазақстан, Ақтөбе.